Саламатсыздар балалар? Бүгін математика сабағынан 2-ші сынып 80-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 4 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. Бірінші тапсырма: мысалдарды шығаруға көмектес және ең биік тауды анықта. Жауабын өсу ретімен айт. Енді көбейту және бөлу амалдары берілген, соларды анықтаймыз. 3 жердегі 8-ім 24. 24. 3 жердегі 7-ім 21. 3 жердегі 9-ым 27. 2 жердегі 7-ім 14. 3 жердегі 6-ым 18. 2 жердегі 8-ім 16. 3 жердегі 4-ім 12. 27-ні 3-ке бөлеміз 9. 24-ті 3-ке бөлеміз 8. 18-ті 6-ға бөлеміз 3. 10-ді 2-ке бөлеміз 5. 18-ті 3-ке бөлеміз 6. Енді жауаптарын өсу ретімен орналастырып шығамыз. 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24 және 27. Бізде ең үлкені 3 жердегі 9-ым 27 болып тұр, ең үлкен сан 27. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі тапсырма: саяхатшының жолының әр бөлігінде 4 бірлік бар. 2-3 бөлікте неше бірлік бар? Енді бұл жерде 0-ден 4-ке дейін 4, оған 4-ті қосамыз 8, 8-ге 4-ті қосамыз 12. Әр аттаған сайын біз 4 санын қосып отырамыз. Сол кезде бізде бала 10 қадам аттағанда 40-қа теңеледі екен. Келесі кестеге қара. 4 санына көбейту және бөлу кестесін жалғастырып, әр бағанды толықтыр. Бұл жерде 4 өрнегінен бастап жазылған. 4 көбейту 4. 4 жердегі 4-ім 16. 4 жердегі 5-ім 20. 4 жердегі 6-ым 24. 5 жердегі 4-ім 20. 6 жердегі 4-ім 24. Байқасаңыздар, барлығы 4-ке көбейтіліп тұр және бөлініп тұр. 16-ны 4-ке бөлеміз 4, 5-ті 4-ке бөлеміз 20-ны 4-ке бөлеміз 5 және 24-ті 4-ке бөлеміз 6. 20-ны 5-ке бөлеміз 4, 24-ті 6-ға бөлеміз 4 шықты. 4 жердегі 9-ым 36. 9 жердегі 4-ім 36. Көбейтіндінің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні ауыспайды. 36-ны 4-ке бөлеміз 9, 36-ны 9-ға бөлеміз 4. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі тапсырма: есептерді шығар. Тауға жорыққа шығу үшін әр қайсысында 6 адамнан 4 топ жиналды. Жорыққа неше адам жиналды? Енді біз бұл жерде бізге шартты есеп берілген. Ол үшін 6-ны көбейтеміз 4-ке. 6 көбейту 4 тең 24. Барлығы 24 адам жиналған екен. 20 қалбыр консерві 4 жол қапшыққа теңдей бөлініп салынды. Әрбір жол қапшыққа неше қалбыр консерві салынды? 20-ны бөлеміз 4-ке. 20 бөлу 4 тең болады 5. 5 консерві салынды. Таудағы жорықтан соң 9 баланың әр қайсысы сыныпқа 4 фотосуреттен әкелді. Балалар барлығы неше фотосурет әкелді? 9-ды көбейтеміз 4-ке. Мына жерге жаза берейін. 9 көбейту 4. 9 көбейту 4 тең болады 36. Бізде барлығы 36 фотосурет жиналған екен. 28 жорыққа қатысушы әр шатырға 4 адамнан орналасты. Неше шатыр қажет болды? 28-ді бөлеміз 4-ке тең болады. Бізде 7 шатыр. 7 шатыр қажет болған.
Келесі салыстыр. Екі жердегі үшім 6. 2-2 көбейтеміз 4. Оған 2-ні қосамыз 6. Бірінші салыстыруымыз тең болады. 3 жердегі 4-ім 12. 3-ті 5 рет қосамыз 15. Оң жағы көп болады. 9-ды 3-ке бөлеміз 3. 6-ны 3-ке бөлеміз 2. Сол жағымыз көп болады. 14-ті 2-ке бөлеміз 7. 16-ны 2-ке бөлеміз 8. Оң жағымыз көп болады. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма. 3 пен 4-ті мұқият жазып аламыз. Жұмбақ сан. Сиядағының орнына сан қоймай, бірден салыстыр. Өте оңай тапсырма. 5, 4, 8. 99, 5, 15. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп колокольчикті басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.